Аймақтың ең демократия ел ретінде Қырғызстанның өзі 111-ші орында алып отыр. Оппозициялық өкілдерінің жұмысының өзі толық бақыланып, ол мүмкіндігінше барлық жерде шектеліп отырады. Қырғызстанда 2005, 2010, 2020 жылдар болған оқиғалар айқын мысал ретінде көрінеді. Мен айтып отқан ақпараттар бұл Сапармұрат Ниязов кезіндегі оппозицияның өкілдері. Тыңшылықпен сотталған, ол жаздың басына Түркиядан көшіп, жер аударылған болатын. Демократия керек пе өзі? Қашан келеді? Болашақ туралы айта кетсек. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде Central Asian Dream бағдарламасы. Біз жобамыздың негізгі мақсатынан жаңылмай, Орталық Азияны тану, Орталық Азияның ішкі мұрат мақсатына жету үшін кеңірек ғылыми көзқарастарды білдіруімізді одан арғы жалғастыратын боламыз. Жалпы бағдарламамыздың мақсаты Орталық Азия аймағын шұрайлы да дамыған аймақтардың қатарынан көргіміз келгендіктен шығады. Ал дамыған аймақтың қатарына қосылудың негізгі көрсеткіштерінің бірі ол демократиялық еркіндік. Жалпы көшпенді қоғамында атам заманнан қалыптасқан еркіндік мәселесі қай кезде де ең негізгі басты тақырыптардың бірі болып табылады. Сондықтан біз бүгінгі бағдарламамызда Орталық Азияның жалпы демократиялық деңгейі қандай, оның ішінде Түркменстан Республикасында жағдай не болып жатыр деген талқылағымыз келеді. Ал 2024 жылғы америкалық ұйым Freedom House-тың берген мәліметтері бойынша әлемдегі еркіндік 2024 рейтингісінің қорытындысы бойынша бұл рейтинг 100 балдық бағамен бағаланады. Демократиясы ең дамыған мемлекеттерге 100 балл берілетіндігін айта кеткіміз келеді. Сол 100 балдық бағаланатын, шкаламен бағаланатын әлемдік еркіндік 2024 рейтингісінің қорытындысы бойынша Түркменстан 2 балл, Тәжікстан 5 балл, Өзбекстан 12 балл, Қазақстан 23 балл, Қырғызстан 27 балл көрсеткіштерді көрсеткен. Және Орталық Азияның 5 мемлекеті де еркіндігі жоқ мемлекеттердің қатарында көрсетілген. Ал біз әрқашан өзімізді салыстыратын постсоветтік мемлекеттердің арасынан Армения мен Украина ғана жартылай еркіндік дәрежесіне көтерілген елдердің қатарына жатады. Армения 54, Украина 49 балды сәйкесінше көрсеткен. Ал жалпы дүние жүзіндегі ең еркін демократияланған мемлекет ретінде Freedom House-тың көрсеткіші Финляндияны көрсеткен. Мүмкін болған 100 балдың 100 балында жинаған жалғыз мемлекет Финляндия. Одан кейін 99 балл жинаған Жаңа Зеландия мен Швеция мемлекеттері бар. Жалпы демократия ұғымы әрбір қоғамда әртүрлі түсініледі. Мүмкін кейде демократия жоқ деп жатқан мемлекеттің ішкі таным түсінігінде демократия бар болуы да мүмкін. Сондықтан Орталық Азияға демократия қаншалықты керек, оның ішінде Түркменстандағы демократия мәселесі не болып жатыр деген сұрақты талқылауымыз үшін Central Asian Dream жобасының Түркменстан бойынша сарапшысы Байсалбек Олжас Айтжанұлымен сұхбаттасатын боламыз. Олжас Айтжанұлы, эфирімізге қош келдіңіз. Жалпы біз Орталық Азияның 5 мемлекетінде де Freedom House-тың мәліметі бойынша көрсеткіштердің төмен екендігін айтып өттік. Мүмкін болған 100 балдан Түркменстан 2 балл ғана жинаған. Түркменстаннан төмен 0 балл немесе 1 балл көрсеткен мемлекеттердің кейбірін атай кететін болсақ, ол Судан болып табылады. Тек қана Түркменстан емес, Орталық Азияның 5 мемлекетінде де жағдай мәз емес. Сондықтан Түркменстанда демократия бар ма, жағдай қалай болып жатыр? Жалпы мәліметтер бере кетсеңіз. Қайырлы күн, Думан Құрманғазыұлы, қайырлы күн, құрметті көрермендер.
Ең бірінші осы орталық Азияда демократияның тарихын және демократияның өзі не екенін айта кетсек деп ойлаймын. Демократия бұл жай ғана басқару жүйесі емес, бұл адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын теңдікті және әділеттікті қамтамасыз етуге бағытталған философиялық тұжырымдама. ақш-тың 16-шы президенті Авраам Линкольн айтқандай, демократия бұл халықтың халық арқылы және халық үшін басқаруы. Бүгінгі таңда бұл қағида орталық Азия елдерінің барлығына дерлік өзекті мәселе болып отыр. 1991 жылдан бастап орталық Азия елдерінің барлығы дерлік президенттік басқару формасын енгізді. Бұл басқару басында тұрақтылық пен орталық ұлттық бірлік үшін маңызды болғанымен, ұзақ мерзімді перспективада биліктің орталықтануы азаматтық қоғамның шектелуіне алып келді. Түркменстан мен Тәжікстанда күшті авторитарлық жүйе орнықты. Өзбекстанда Кәрім Мәсімовтің билігі кезінде тәуелсіз оппозицияға және де тәуелсіз билік бұқаралық ақпараттық құралдарына қатаң шектеулер қойылды. Қазақстанда саяси бәсекелестік пен сөз бостандығына шектеулі деңгейде дамыды. Тек Қырғызстан ғана бірнеше рет революциялық жолмен билікті ауыстырып, демократияға ұқсас әрекеттер жасады. Бірақ та бұның ішінде ішкі тұрақсыздықтар мен элиталық қақтығыстар оның да демократиялық институттарын орнықтыра алмады. Сіз айтатқандағыдай, бағанағыдай көрсеткіштер мәз емес, демократия жоқ екенін бірнеше статистикалар мәліметтерге сүйеніп айтсақ та болады. Олардың бірі The Economist сарапшыларының 2024 жылға арналған демократия индексін жасау бойынша, демократия көрсеткіші бойынша орталық Азия мемлекеттерінің біразы дерлік төменгі санаттарда орналасқан. Яғни айта кететін болсақ, 167 мемлекеттің ішінде Түркменстан 161 орында, Тәжікстан 159 орында, Өзбекстан 148 орында, Қазақстан 118 орында алып отыр, және де аймақтың ең демократия ел ретінде Қырғызстанның өзі 111 орында алып отыр. Оның өзінің деңгейі, индексі жылдан жылға төмендеуде. Жалпы біз орталық Азияда демократия бар ма жоқ па деген сұрақты талқылаған кезімізде осы рейтингтердің бір шамасын қарап көрген болатынбыз. Freedom House-тың әсіресе беріп отқан ақпаратына қарайтын болсақ, бұл тек қана бір жылдың 2024-тің ғана қорытындысы емес, соңғы 20 жылда демократиялық көрсеткіш орталық Азияның 5 мемлекетінде бірте-бірте төмендеп бара жатыр. Яғни біз демократияланып бара жатқан жоқпыз, керісінше демократиядан бірте-бірте алшақтап бара жатырмыз деген статистикалық мәліметтердің көрсеткіші осылай. Жалпы бүгінгі күнге келейікші, Түркменстанда демократиялануға немесе демократиялық қозғалыстарға байланысты не болып жатыр? Демократиялық оппозициялық қозғалыстар бар ма деген сияқты. Мәселен, біз білетін ең алғашқы Түркменстанның оппозициялық қозғалыс өкілдері ретінде сыртқы істер министрінің біршама адамын айтуға болады. Ең алғаш сыртқы істер министрі болған Авдик Кулеев деп оппозиционер ретінде өзін көрсетіп, отставкаға кетіп, Москваға кетіп қалған болатын. Одан кейінгі Түркменстандағы ең ықпалды, ең қатты күш қуатқа ие болған оппозиционер ол Борис Шихмурадов мырза болған еді. Бұл кісі кейін абақтыға жабылып 2007 жылы қайтыс болды деген ақпарат тарады, бірақ шынтуайтына келгенде ол одан да бұрын сол түрмеде қайтыс болуы мүмкін деген ақпараттар бар. Және одан кейінгі бір өкілі Нұрмұхамед Хатамов мырза, осы Борис Шихмурадовтың жолын жалғастырып, Түркменстандағы біріккен демократиялық оппозициялық фондты дамуына өз үлесін қосып жүрген азамат еді. Бұл кісінің де еңбегі еленіп жатқан жоқ деп айтсақ болады. Бірақ бір қызық жері, бұл мен айтып отқан ақпараттар, бұл Сапармұрат Ниязов кезіндегі оппозицияның өкілдері. 2002 жылы жаңылмасақ, Сапармұрат Ниязовтың жеке өміріне қастандық жасалған кезде Ниязов тарапы, әкімшілігі осы қастандықты жасаған Борис Шихмурадов пен Нұрмұхамед Хатамовтың адамдары болуы мүмкін деп осы кісілерді ресми кінәлаған болатын. Бұл қайталап айта кетем, Ниязов замандағы оппозициялық өкілдер қазіргі уақытта ықпалдары тіпті жоқ деп айтсақ болады. Қазіргі уақытта Түркменстанда оппозиция бар ма, немесе оппозицияға байланысты қандай да бір қозғалыстар
жүріп жатыр ма? Иә, қазіргі таңда да бұл мәселе бойынша жағдай мәз емес. Қанша белсенділер осы оппозицияны қолдау ретінде шығып жатқандар бар. Солардың бәрін айтпай, бірін айтатын болсақ, 2024 жылдың 28 қазанында Вашингтонда екі елдің елшілігінің алдында, яғни Түркменстан мен Түркия мемлекетінің елшілігінің алдында белсенділер Чемен Овре мен Ольга Чарева Түркменстан мен Түркия билігінің түркмен оппозициясының қудалауға қарсы пикет ұйымдастырған болатын. Яғни олардың айтуынша, мысалы, жазалаушылардың қолына түскен белсенділердің портреттері ерекше назарға ие болды. Бұл Мердан Мұхамедов, ИЧСМ Түркменстан оппозициялық тобының мүшесі. Түркменстанда бірнеше айыппен, соның ішінде тыңшылықпен сотталған. Ол жаздың басына Түркиядан көшіп, жер аударылған болатын. Тағы сол сияқты Фархад Дурдиев деген атпен танымал оппозиционер Фархан Дурдиев. Бұл Түркиядан өзінің Түркияның билігі жайында влог жүргізу бойынша Түркиядан ұрланып 2023 жылдың мамырында Түркменстанға жіберілген болатын. Оның болашақ тағдыры қазіргі таңда белгісіз. Көп блогерлердің айтуы бойынша ол ұзақ мерзімге сотталған, немесе өліп кетуі де мүмкін дейді. Және де өте көп ол жайында. Равшан Кылычев дейтін деді. Өмірқұлиев деген оппозиционерлер Түркменстанға кетіп Түркияға оқуға келген болатын. Және де сол жақта өзінің влогын жүргізу арқылы кейіннен жер аударылып Түркияның билігінен, сосын Түркменстанда ұсталынып, қазіргі таңда қалай екен белгісіз. Бұл менің мемлекет деңгейіндегі айтып жатқан нәрсем. Қазіргі демократияның жоқтығы, оппозицияның да жоқтығы, ол қарапайым халықтарға да әсер етуде. Оның бірін айта кететін болсақ, мысалы, Түркияның демократияның жоқтығы Түркменстанда белгілерінің бірі, ол азаматтардың өз елінен сыртқа шыға алмауы. Сол сияқты, мысалы, 2024 жылдың күзінде Түркменстанда төл құжатын ауыстыруға келген Зүлфия Кажир өзі тұрақты тұратын Түркияға қайталмай қалған. Оның Түркияда өзінің жұмысы бар, күйеуі бар, үйленген болатын, бірақ та ешқандай белгісіз себептерсіз өз еліне қайталмай отыр. Бұл демократияның өте қарапайым халыққа да әсер етіп жатқан көрінісі. Иә, біз енді жаңа айтып жатырмыз ғой, оппозиция мәселесі бар ма деп. Негізінде оппозиция мәселесі жоқ емес, Түркменстанның өзінде де еркіндікке ұмтылу үшін қозғалыстардың бар екендігі анық. Бірақ бір қызық жері осы Түркменстандағы оппозициялық қозғалыс өкілдерінің жеке жасап жатқан блогтары, немесе YouTube арналары, немесе тағы басқа ақпараттарда тек қана Түркменстан деңгейінде емес, әлем деңгейінде мүмкіншілігінше қадағалауға алынып, ол көп жерлерде көрінбейтін жаңағы жабық доступта екендігін айта кеткіміз келеді. Яғни Түркменстанның оппозициялық өкілдерінің жұмысының өзі толық бақыланып, ол мүмкіндігінше барлық жерде шектеліп отырады деуге келеді. Бірақ енді біз жобамыздың негізгі мақсаты жалпы дамыған дықтың көрінісі, мемлекет болсын, ол аймақ болсын, дамыған мемлекеттің, аймақтың көрінісінің ең үлкен көрсеткіштерінің бірі ол демократия. Сондықтан егер біз Орталық Азияда дамыған аймақ қалыптастырамыз деп армандаған, мұрат қойған жағдайымызда, Орталық Азияның міндетті түрде демократияның ертелі кеш келгендігі бізге пайдалырақ болатын еді. Сондықтан бүгінгі күні біз Түркменстанда демократиялық көрсеткіш өте төмен екендігін айтып отырмыз. Оппозиция мәселесі де айтылып отыр. Енді не күтеміз болашақтан? Демократия Орталық Азияға, соның ішінде Түркменстанға қашан келеді? Немесе одан да үлкен тереңірек сұрақ болуы мүмкін. Жалпы демократияға Орталық Азия дайын ба? Немесе демократия Орталық Азияның халқының өзіне керек па жалпы? Мүмкін біз кейде демократияны билік мүмкіндік бермей отыр дегеніне қарамастан, кейде тіпті халықтың өзі демократияға дайын болмай шығуы мүмкін. Сондықтан демократияға Түркменстан дайын ба, және Түркменстанға демократия керек па өзі? Қашан келеді? Болашақ туралы айта кетсек. Орталық Азияда демократияның болашағы күрделі және көп факторларға байланысты. Дегенмен, жаңа ұрпақтың білім деңгейінің өсуі, технологиялардың дамуы, экономикалық қиындықтар мен халықаралық ықпал аймақтағы демократияның дамуына, қалыптасуын жеделдетуі мүмкін.
Алайда биліктің репрессиясы, жастардың иммиграциясы, сыртқы күштердің әсері бұл демократиялық өзгерістерге тежеуі мүмкін. Сондықтан орталық Азияда демократияның келуі ол уақыт өте келе, бірақ бір қалыпты өте баяу қарқынмен жүзеге асады деген ойдамын. Ол үшін халықтың белсенділігі, халықаралық ықпал және ішкі реформалар айтарлықтай маңызды болмақ. Негізгі үш кезеңге алып қарастырсақ болады болашағын. Біріншісі ол баяу эволюция жолы, яғни уақыт өте келе білімді белсенді жастардың көбеюімен саяси реформаларға деген сұраныс көбейеді. Екіншісі билік элитасының өз ішінен бастама көтеріп шығуы. Үшіншісі және ең ауыры ол экономикалық күйзелістер немесе саяси дағдарыстар халықтың ашу-ызасын қоздыртып, жаппай наразылықтар мен саяси реформаларға алып келуі мүмкін. Оның бірден бір себебі Қырғызстанда 2005, 2010, 2020 жылдар болған оқиғалар айқын мысал ретінде көрінеді. Алайда басты шындық демократия ол сырттан әкелінбейді. Ол халықтың ішінен өзі пісіп жетілген қажеттілік болу қажет. Халықтың білім деңгейі, ақпараттануы, саяси белсенділігі демократиялық дамудың негізгі қозғаушы күші болып табылады. Бағанағы айтқаныңыз орталық Азиядағы демократияның қажет пе деген сұраққа жауап берерде ең алдымен ол жүйенің тұрақтылығы мен тиімділігі сол халықтың өзі үшін маңызды екенін түсінуіміз қажет. Менің жеке пікірімше орталық Азияға демократияның элементтері әсіресе тәуелсіздік пен бостандық қажет деп ойлаймын. Бұл әрбір елдің, яғни өзіне тән жағдайы бар, сондықтан демократияның жолы сол мемлекеттерде әртүрлі дамуы мүмкін. Енді осы жаңа сіз үш түрлі сценарийді айтап өттіңіз. Сіз өзіңіз шын ішкі жан дүниеңізбен қайсысына сенесіз, қайсысы болады деп ойлайсыз? Баяу эволюция жолы деп ойлаймын. Уақыт өте келе жаңа жас білімді жастардың келуімен. Яғни аяғасынан революция болып кетіп, өзгерістер болу сценарийіне сенбейсіз бе? Сценарийіне сенем, бірақ оны қаламаймын. Жақсы. Құрметті көрермендер, біз орталық Азиядағы, әсіресе Түркменстандағы демократиялық мәселелер, оның көрсеткіштерінен ақпарат беруге тырыстық. Орталық Азияның мұраты бағдарламасының да ең негізгі мақсаты осы орталық Азияда дамыған, демократияланған аймақтың қалыптасуын көксейтін боламыз. Жобамыздың дәстүрінен жаңылмай, дәстүрлі айдарымызды жалғастырып, орталық Азияның қазынасы бөлігіне көшеміз. Орталық Азияның қазынасы ретінде Түркменстаннан не алып келдіңіз? Бүгінгі күнге мен орталық Азияның тек қана Түркменстан емес, орталық Азияның қазынасы ретінде түркмен рухының мәңгілік белгісі ақалтеке жылқысы. Күн сәулесінде құбылған жал-құйрығы, жібектей жылтыраған терісі, шапшаңдығы мен төзімділігі арқылы әлемді таңдандырған жылқы тұқымы ақалтеке. Бұл жай ғана жылқы емес, Түркменстанның ұлттық мақтанышы әрі бүкіл орталық Азияның көне дәуірден келе жатқан асыл қазынасы. Бүгінде ақалтеке жылқысы Түркменстанның мемлекеттік символының бірі. Ел президенттері бұл арғымақты халықаралық достық пен құрмет белгісі ретінде шет елдердің мемлекет басшыларына тарту етеді. Әрбір осындай сый Түркменстанның сыртқы саясаттағы ашықтығы мен мәдени дипломатиясының көрінісі. Ақалтеке арқылы Түркменстан орталық Азияның ортақ бай мұрасын халықаралық аренада паш етіп келеді. Бұл тұқым тек түркмен халқының ғана емес, бүкіл аймақтың табиғи, тарихи, рухани байлығы деп айтуға болады. Көп рахмет. Орталық Азияның қазынасы ретінде әрине ақалтеке тұқымын айтқымыз келеді. Көшпенді өркениеті үшін жылқы ол аса қасиетті түлік болып табылады. Сондықтан орталық Азияның қазынасы әрқашан көбейе берсін. Құрметті көрермендер, орталық Азияның мұраты бағдарламасы осымен тамам. Орталық Азияның 5 мемлекеті бір қолдың 5 саусағындай әрқашан бірге болайық. Сау болыңыздар.